Сәлем достар. Сіздермен бірге Puzzle Life арнасы. Менің есімім Әділ. Және Бақытжан. Бүгін мен Бақытжанға қонаққа келдім, бірақ жай келген жоқпын, бос қолмен келген жоқпын. Мен Бақытжанды осылай ең ащы, әлемдегі ең ащы бұрышпен қоректендігінде жатырмын. Видеоның соңына дейін көріп тастаңыздар, Бақытжан тірі қала ма, әлде басқа бірдеңке болып қала ма, сондықтан ең соңына дейін көріңіздер. Главное, мен өз согласием бердім. Мен өлі қалсам емес, Құдай сақтасын, но бәрі жақсы болады деп ойлаймын. Кәдімгі тозақтан келген сияқты мен. Ой, Жесткаче. мультиктарда бүйтіп бірдеңкені ашқанда запах шығады, смерть деген сияқты. Тура сондай, реально тура сондай. Мынандай бұрышты берем Бақытжанға. Бұл 2 миллион Сковиль, достар. 2 миллион Сковиль дегеніміз. Сковиль деген жалпы уже көрермендеріміз біледі, ол ашылықтың өлшем бірлігі. Кәдімгі перчикті 3000 Сковиль. Мына жерде 2,5 миллион Сковиль, достар. Стоп, қайдағы кәдімгі перчик? Донерда жейтін перчик. Халапеньо ма? Халапеньо. Анада 2 миллион? Миллион. Бро. Нағара, кішкентай, бірақ у екен сезіліп тұр, мұныма тегетін. Дәл солай Бақытжанды қолдап жеп көрем бүгін. Бөліп алдым және пышақпен. Негізі Бақытжан, сен ең ащы жеген тамағың қандай болды? Қытайский рамен болған. Книга рекордов Гиннесқа кірген зат, әлемдегі ең ащы зат сияқты. Наума? Мынаны жесең, сен, короче, уже книга рекордов Гиннесқа енген адамдардың қатарында боласың. Реально. Реально? Ебать, рекорд Гиннес. Алло, Гиннес, бауырым, қалай жады? Мороженое дайындап қояйық па? Ашып қояйықшы. Дайындап қояйықшы. Жаңа біз не жегенбіз андай? Қытайский заттар ойнамай қалды шығар? Айтпақшы, Бақытжанның арнасында екеуміз обзор түсірдік. Қытайлық заттарға осы видеоның астында сілтеме болады. Кіріп қарап кетіңіздер, міндетті түрде. 10 секунд санаймыз, ашшылық бастағаннан кейін. 10 секунд шыдайық и сразу жей берейік. Мороженое. Давай. Дайын бол қазір, ықылық басталады, может, құлағыңса естімей қалады, соның бәрін психологически дайын бол қазір. Мен вообще қазір представлять ете алмаймын, мен дайын бола алмаймын оған, бро. Представлять ете алмаймын, қандай ашытылық береді, мен вообще білмеймін. Қолым дірілдеп тұр менің. Мен душам дірілдеп тұр мен, жаным дірілдеп тұр мен. Мен жеген, бірақ қазір страшно болып тұр. Бисмилля. Қол дірілдеп отыр. Салым. Жоқ, ашыты жоқ. Жұтам ба? Бля! Кетті. Ай! Кетті. Тісінде қалып, бля. Эй, туда, өлдім мен. Ай, өлдім. Так. Ойбай. Туда, өлдім. Мен де ықылық бастап. 10 секунд санаймыз. Санасай тез. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ой. Мама, кетті. Кетпейді ол. Кеткен жоқ. Кетпейді ол. Кім қалды, бля. Кетмейді оғырым. Тілді ауыртады.
Ay mal öldüm. Реально достар, солай ғана көмектеседі сорған кезде. Көмектесіп жатырмын солай. Түсінеді қалды бәк. Бұрыш па? Қойған сияқты болды. Бірақ қоймай ғой ол. Все, шыдай. Ашты бат. Шыдамайсың. Екі мұрным ашылып кетті. Зато ағзам перезагрузка болады. Қойш, көп тышқан соң ба? Туалетке отырғанда қалай қиналам мен? Примерно осындайды күттің ба, или қандай сезімде болдың? Көзің қызарып кетті. Мен көзім қызарып кетті. Не ғой, мен вообще ойлаған жоқпын, былай ашты болды. Ішім бүкілмен бітіп, мороженое өтіп басын түспейді. Қандай эмоция да? Адреналин ба? Страшный адреналин береді осы ащы бұрыштар бар ғой. Мать, қанша мороженое жеп тағам мен? Міне достар, бүгін челленджді Бақытжан өтті. Қонаққа келгеніне рахмет. Саған да рахмет. Базар жоқ. Міндетті түрде Бақытжан каналына сілтеме бойынша өтіңіздер. Ол жерде қызықты видео шықты. Міне осындай челлендждарды әлі де жалғастыратын боламыз. Келесі жолы ең қышқыл немесе ең тәтті приторный заттарды жейтін боламыз. Сіздерге ұнаған болса, міндетті түрде лайк басыңыздар. Төменде қара подписаться батырмасына бас қалыңыздар, арнаға тіркеліңіздер. Бүгінге осы пазлға жазыл.